Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы өте әдемі, дәмді салат жасаймыз. Жаңа жылға міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға бір бөлігінен бір шетіне ұзыннан туралған қиярымызды саламыз. Одан кейін жұмыртқаның ақ бөлігін, сарысын емес тек ақ бөлігін де ұзыннан турап саламыз. Одан соң піскен етімізді дәл солай ұзыннан жіңішке қылып тураймыз. Помидорымызды, ең соңында кукурузамызды, консервада кукурузамызды саламыз. Ортасындағы ыдысты алып тастап, яғни ол бізге әсемдік үшін қолданған болатынбыз. Жұмыртқаның сары бөлігін, 4-тен 1 бөлігін осылай видеодағыдай кесіп аламыз да, әдемі гүл пішінде осылай қойып шығамыз. Енді өз қалауларыңыз осылай әдемі сәндесеңіздер де ерекше көрінеді. Ең соңында майонезбен сәндеп шықсаңыздар болады. Өте әдемі болады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға ерекше әсем береді және де өте дәмді салаттардың бірі. Қонақтарыңыз келген уақытта салаттарды араластырып ұсына берсеңіздер болады. Видеоны сақтап, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Таяқшаның көмегімен дәл осылай узор жасасаңыздар да болады. Сіздермен Арайдың асханасы қоштаспаймын. Келесі видео рецептте кездескенше ас болсын.